Әйелдердің көңілін қалай тапса болады? Мен не істеуім керек еді? Соның арқына көніп жүре беруім керек пе еді? Сен маған бір 150 мың теңге берсе, 3 адамды ұрып өлтіремін мен. Пішен шөп та мама, пресс шөп деген нәрсе болады ғой, сондай шөп салды. Өмірімнің мәсем сәттері жоқ емес бірақ сезімдерім санқы болып әттең бір құрдымға барамын құлап кейде қуаныш пен шаттық орын алып тұрады шегеріліп артқа бір қадаммен қайта тұрып орамын қатеңді қайталауға болмайды қайталап кешіре алмас бұл дүние өртендің айта алмай бұл жайды сезіне алмас сенің бұл күйіңді қатеңді қайталауға болмайды қайталап кешіре алмас бұл дүние өртендің айта алмай бұл жайды сезіне алмас сенің бұл күйіңді Жайсың секірейін деп жатсың ба не? Жоқ сен қаяқтан жүрсің? Қаяқтан жүрмей, просто жаңа көріп қалғанмын сенің артынан жүріп бір қызық көре ме десем, конкретно қызыққа тап болайын деп тұрмын ғой. Ешқандай да қызық болмайды, бар қайта бер бар. Қайта бергенде жайсың. Мен сен нормальный еркек па деп жүрсем, чорттар қысып секірейін деп жатқан еді мына жерде. Сен қуасың ба? Қандай чорт? Ешкім секірейін деп жатқан жоқ. Бала кезде еске алып қарап тұрмын нақа. Ана бала кезде болушы еді ғой ва-банк. Кейін осындай құзға кеп ойланып тұрады ғой, солай ойланып тұрмыш. Білем, жайсың қиналып жүрсің. Сен қиналып жүрген кезде мен де сені тастап кеттім ғой кәдімгі. Ренжімеш, брат. Мен саған ешқандай да ренжіген жоқпын. Сен іздеген де жоқпын, бәрі нормально кете бер бар. Қой, вообще орның білінген жоқ па? Вообще білінген жоқ. Нормально жүрдім, қайта. Похуй ма секіремін маған бәрі? Құрпетші бар, секірем ба, секірмеймін ба, өзің білем. Мен әке-шешемді тоқтатамаған ба? Ойнап жатырмын, не болды ше? Похуй, бәрі нормально болды. Секіремші. Вышкеде кинода екі қатын қысап тұрмайық мына жерде. Нормально кетіп қалайық, әктесіз бірден құламай тұрғанда. Бауырым шыдай. Малмай ит ұстап адамға қақып кеткеніз мынау. Қазір бауырым 1 минут тұра тұршы. Қазір скорыйға звондаймыз қазір 1 минут. Не бар? Опа, міне қазір 1 минут бауырым. Мына жерде біреудің номері тұр. Қазір звондай салайшы. Мама, осымен адамдардың қайсысы өтірік айтып тұр, қайсысы жаңағыдай шынын айтып тұр, ажыратамаймын ше вообще. Оның не ажырататыны бар? Өзінің көзінен көрініп тұрмай ма адамның? Өмір өзі үйретеді, әлі талай алданасың. Біздің жасымызға келгенше талай нәрсені үйреніп, талай нәрсені көресің. Сен қыз бар ғой, бірақ ана күйеу бала келсе, тағы бірдеңе деп жүретін болса, алданып қалма. Мам, мен оны айтатқан жоқпын ғой, жалпы адамдарды айтып жатырмын да. Қойша, сен осы бар ғой, осы үйге келгелі, көзің мөлейіп, соны ойлап жүрсің ғой? Ой, не ғой қайта-қайта соны ойлап жүрсің, соны ойлап жүрсің, айта бердіңіз ғой, қоймай. Ойламақ түгіл, есіме дап жүрген жоқпын, болды вообще, бәрі бітті, айта бермеңіздер. Байтқан, бітіп қалды ма бәрі сонда? Бітті ғой бәрі. Адам құсап жүзік сатып алып, кешірім сұраймын ғой деп баратқан кезде, партманнен ұрлап кетті ғой. Не деген көтің ауыр адамсыз сен, Сен өзің көтіңе қарабаш. Мен көтім нормально, жеңіл көтеріп көресің ба? Негізі оқытылу ауыр қосаған конкретно ше, әпесі болмайды. Оқытылдым. Әулие, әмбе, бүкіл молда қамады ғой шым оқытылатын. Арыстан бапқа дейін қондым ғой, болмады ғой. Болмайды, нормально жерге көріп қосаған, болмайды. Сен өзің құлпынайың не қылын, ап келдің бойың, Жүр ғой біз жерде білмеймін ғой. Әлі бармадың ба? Не деген қатыгез адамсың? Қатыгез өзің шеш? Өзімше болғанда, біля, ашу басылса деп жүрмін ғой, тем более, жүзікті де ұрлап кетші. Мен барсам ұрып жібере ма деп жатырмын да? Ұрып жүрмейді ол. Сағыны өліп жүрген шығар ау. Болмаса бір байды ұстап алды да. Ой, бля, мен ана денесімен бір байды ұстап алса ше. Сенікі бір олигарх ұстап алған шығар андай түрімен,
көтің қысыш. Мен қатын адал. Қылсам қояды өзінше. Адалдық қояды өзі. Адал болса келмеймін. Ей, сен бар ғой, бара-бара үндемеген сайын кетіп бара жатсың ғой. Бір күйеудің көңілін таба алмасаң, несіне әйел болып жүрсің? Ойбай, кән кеше ғана ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп жатқанымыз. Еш қайда сыймайды екенсің. Сені кеше көңіліңе қарап үйге кіргізіп алғам. Сен бар ғой, үсте беретін болсаң осы мінезіңмен. Оңбайға тисең де ажырасып кетесің, білесің ба? Әй, бір күйеудің көңілін таппасаң, не қылып жүрсің? Енді мен не істейін енді? Соның әркіммен бір жүргеніне қарап үндемей отыра берейін ба? Ай, айналайын-ау, еркекті үйге келгенде жылы жұмсағыңмен қарсы алып, ыстық тамағын беріп алдына, отымен кіріп, күлімен шығып, мынау үйде көрмеген жылулықты еркек ертең көшеден көреді ғой, іздейді көшеден. Әй, еркек деген ерке болады ғой, кішкене жылы сөзіңді айтып, түнде көңілін аулап. Ой, басқа түнді қатырып жатырмыз. Көріп жатырмыз қатырғаныңды. Қайдан көріп жатсыз, білмейсіз ау, не істеп жатқанымыз түнде. Қарындасым, мен қаладағы біріншіден ең шумахер, екіншіден ең жүрегі таза таксистпін мен. Қойыңызшы? Ой, маған мінген клиенттер, ойбай аға, жақсы адам екенсіз. Семья бабарласайық, отбасымызбен араласайық деп әйтеуір соңында гап ойнап кетеміз. Анштазгер Ахымжан Шымкентский дерзкий сөйлеп тұрар, Ахымжан деп қоясың арасында, деп қоясың. Енді мына көңілдер үндесін, жүректер тілдесін, әйтеуір әңгіме қылып барайық барғанша. Ақынсыз ба? Ой, ақын емеспін. Баяғыда мынау карантинге дейін тамада болғам, 2020-ға дейін. Одан кейін карантиннен кейін уже таксист болып кеттік қой. Шүкір. Қазір қып-қызыл таксистпін. Өзің былай бойдақсың ба, қарындас? Иә, бойдақпын. Пока оқу керек. Жігітке уақыт жоқ. Дұрыс. Не оқисың сонда? Сол медицина ғой. Медицина? Бәрекелді. Онда бір 7-8 жылдан кейін тұрмысқа шығамын десе, Құдай қаласа. Неге? Ой, енді медиктердің оқуы сондай емес пе? Енді алған екен оқытатын да жігіттер бар ғой. Дұрыс. Мысалы, менің де сондай қызым болса, мен де оқытатын едім. Айтпақ жаңа жаңалықты естідің ба? Қандай? Мынау врачтар науқасты дұрыс емдемесе, науқастан шыққан шығынды өздері төлейді деген қалтасына. Қойыршын ба? Ой, естімедің ба? Жоқ. Так, міне келдік, қарындас. Жақсы, рахмет онда. Сау болыңыз. Сау бол, қарындас. Момент ол да былай кішкене отбасына көңіл бөлсе болады ғой. Адам құрлы көрмейді. Бір әңгіме айтсаң, адаммен сөйлеспейді ғой, отырады футбол қарап. Әңгімеңді тыңдамайды. О, маған қарағанда кім анау, Барселона ма? Соның ішіндегі бүкіл командасының адамдарының аты, ата-бабаларының атына дейін біледі. Дембеленің әкесінің бүгін туған күні екен, о деп отырады адамды күйдіріп. Болды, миды ашытпай, қайт үйіңе. Ол да сені ойлап, уайымдап жүрген шығар. Уайымдап жүрген шығар. Уайымдап жүр я. Қош келдіңіз. Сіз ақшелік қылат ола береді екенсіз, да? Үйде әпкемдер бар ма? Үйде жоқ, ешкім жоқ үйде. Неге? Қайда кетіп қалды? Ұрсып кетіп қалған, 2 апта болды ғой, уже жоқ үйде. Өлі. Мен звондамай келіп едім, сюрприз болсын деп. Өзім сюрпризге тап болдым ғой. Осы бәлен не құдіреті бар, ішіп қоя береміз ғой. Бұл жазда зор кетеді да, ыстықта ше. Бұл жаман жер, ішін шығар жүреді да, бөле ше. Мен қазір шықпал бар. Амен. Бірақ, бұны ұрып болған айын, артынан біреуін ұрғын келеп тұрады ғой. Көттің қышы, онсызда проблема көп. Біреумен төбелесуге жылаған жоқ қасы. Ондай ұруды айтып тұрған жоқ мейсің? Андай ұрғын келіп тұрады. Ешек айы. Ұрғын келіп баратса қайтсейіңі бар? Өзім отыра бермен. Алдын ерте қайтып кетеден білесің ба? Бұл кезде қатын бар еді, қазір қатын жоқ қойды. Қайтамайсың. Қатын жоқ дейсің бе? Негізі наны қой көріп қылызға білесің бе? Не үшін? Наны қоймағаның біздің жолымыз ше қазір. Палсыларда, молдаларда ашамайды ау. Қиын ау негізі. Наны қойып барып ашылмаса. Бірақ зорда я, кесе қой үшін бұры жүректе. Алло. Алло, саламатсыз, Жасұлан Серікбаев
Кім болады сізге? Күйеуім болады, иә. Күйеуің? Кешіріңіз, күйеуіңізді жаңа ғана машина қағып кетті. Қандай машина? Не айтып тұрсыз? Қағып кеткен ес? Келіңізші ертерек, больницаға бара беріңізші. Иә, қазір барам. Мен қателестім. Кешірмесең де, әрбір тамшы көз жасыңа кінәлімін. Не істеймін сағынып кеттім. Көп болған да жоқпыз ғой бірге. Сол қатын сағынды ма десем? Әйелін білем ғой, қойды қайықта жүрген оған ше. Машинаны білмеймін ғой қайықта екенін. Ана қызынан сұрап алсай, алдың жүрген қызың ба? Соска екен. Құрсын біле. Бәле жала сонымен кетсінші, жоламаймын маған. Секси еді. Кім? Некси ма? Жоқ, қатын. Мал білесіз. Атырға ойнамайсың, не болды қатын үшін? Нексинді, секси ғой, зор еді ғой. Бірақ қатында дәрісті ғой. Мал. Мал өзім, мал. Содан. Дәрігер, мен күйеуім жағдай қалай? Күйеуіңіздің жағдайы туралы айта алмаймын ештеңе деп. Қалай сонда айта алмаймын? Айта алмаған несі? Қалай айта алмайсыз? Айта алмай тұрмын ғой енді, ештеңе деп айта алмаймын. Айта алмайды, білмейді, түк білмейді, оқымағады, сосын айта алмайды да. Не айтып тұрсың сен? Өзің айтсың. Соттатып жіберем сен. Айтсың да. Бір нәрсе айтыңызшы енді, хотя бы күйеуім туралы. Бір нәрсе? Жоқ, күйеуім туралы не болды, жағдай қалай айтып беріңізші. Енді айт деп қоймасаң енді күйеуің жағдай мүшкіл. Қалай сонда? Ауыр жағдай. Дайындала беріңдер. Дайындала бер? Түшкірсе өледі анау. Дайындалғанда қалай дайындаламын? Үйде еш нәрсе жоқ қой. Дайындалмадым. Үйінде ештеңе жоқ болса, онда маған хабарлас. Мен Алашта 7-ші бутикте продукт сатам. Той. Продукт дейсіз. Келін, сен барып жат демал енді, сен шаршадың. Мен өзім қараймын. Сен барып жат демалыңдар сендер. Жоқ, аға, менде боламасын да. Сізді алдында кетіп қалдым ғой. Ой, кинодағы бірдеңелерді айта бермей барсаңдаршы енді, болды ғой. Барып жат демалсаңдар шамал. Мен өзім қарайын деп жатырмын ғой сендерге. Вообще, жүріңіз, хотя бы әлден қайтайық. Жылжиды аққу айдында жылжымайды. Жылжымай ма? Жылжымайды. Жылжиды аққу айдында жылжымайды. Айдында. Жасик? Еба. Сен жайшы? Сен қалай, қайдан келдің? Больницада емессің ба не? Қандай больница? Жаңа ғана сен больницада жатқан едің ғой. Сезім. Короче, білем. Сен маған өкпелісің. Мен сенің алдыңда, мен полный кінәлімін. Сен көзіңе шөп салдым. Бірақ менде таңдау болмады басқа. Я, мен өмірде ең жексұрын, ең жол болмайтын адаммын. Сен сондай адамға тұрмысқа шықтың. Сен қандай таңдау жасасаң да мен ренжімеймін саған. Мен до того жолым болмаған адаммын. Саған кешірім сұрау үшін жүзік алып, саған баратқан кезде ол жүзікті де ұрлап кетті. Не дедің? Портмонемді ұрлатып алдым дейсің ба? Әлесімде сағынымы туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай.
өткенді кештіңе де бұрынғыдай болма.